Ассаламу ағайын. Менің көрермендерімнің сұрауы бойынша тағы бір видео түсірейін деген. Бұл автомобильдің моторын отсек дейміз ғой. Сол мотор отсегінің ішіндегі не бар, не жоғын түсіндірсеңіз дейді. Енді мынау негізі мотор ғой. Оны біз білеміз, бұл деген қозғалтқыш. Осы арқылы машина жүреді. Енді ол машинаның ішінде моторда 4 цилиндрі бар бұл жерде. Ол деген өте жоғары температурада жұмыс істейді. Сондықтан температурасын салқындату үшін ол көліктің алдында мына жерде радиатор деген бар, мына жерде тұрған. Бұл радиатор не үшін керек? Осының ішіндегі сұйықтықты айландырып отырады да, мотордан шығып, осы радиатордың ішіне кіріп, айланып, қайтып ішіне кіріп отырады. Сөйтіп салқындап отырады. Әйтпесе мотор қатты қайнап кетуі мүмкін. Енді оған не қоямыз? Оған антифриз деген қоямыз. Антифризді мына қарасаңыз, мына жерде не бар? Бачок бар. Осыған құямыз. Оны мына жерден де көруге болады. Одан басқа тағы бар сұйықтықтар бар. Құятын ол мынау енді. Ол деген терезе шашқышта мына жерден солар шашырайды. Ол да қатпайтын қыстың күні сұйықтық қоямыз, осы жерге құямыз. Одан басқа тағы құятын нәрселер ол мына жерде бар. Бұл деген тормоз сұйықтығы. Бұл қызыл болады, немесе сары болады. Бұл мына жерде өзі жазылып тұрады, не қою керек екен. Және мына жерде қарасаңыз, максимум және минимум деп жазылып тұрады. Сұйықтық сол максимумда тұру керек. Одан басқа тағы тексеретін нәрсе бізде не ол? Ол мына жерде мына шуп бар. Осы арқылы біз шығарып, бұны майын тексереміз. Қазір маған қолайсыз телефон ұстап тұрғаннан кейін көрсетпей қояйын. Ал енді бұл жерде шуптың ұшында екі сызық бар, көресіздер. Сол екі сызықтың ортасында май тұру керек. Енді жоғарғы жақтағы сызыққа жақынырақ болу керек. Және мына жерден май құямыз. Бұл май деген мотордың майы. Ол деген минерал болады, жартылай синтетика болады, және одан да жақсы не болады, 0 дейді оны, өте. Бірақ енді көп адамдар, мысалы үшін, машина ескіртіп минерал құя береді. Негізінде сол жартылай синтетика немесе синтетика құйып жүргені жақсы. Одан кішкене майдың шығыны болуы мүмкін, бірақ моторыңыз жақсы жұмыс істейтін болады. Одан басқа тағы да мына жерде төмен жағына қарасаңыз, мына жерде тағы бір не бар? Шуп бар. Ол шуп. Ол деген автомат коробканың майы. Оны біз анда-санда тексеріп тұрсақ болады. Жиі тексерудің онша қажет жоқ. Оны біз оталдап тұрып тексереміз. Одан басқа тағы білетін нәрсе мынау енді батарея, аккумулятор. Бұл көлікті қосқан кезде, оталдырған кезде ғана керек. Ол кезде мотор қосылады, ары қарай мына генератор жұмыс істейді. Генератор бүкіл автомобильге бізге тоқ береді. Ал енді аккумулятор ол кезде демалып тұрады да, керісінше өзіне заряд алып тұрады. Және бұл аккумулятор керек, егер біз түн ішінде тоқтап тұрсақ, жарықты жағып қою үшін. Салондағы жарық немесе сыртқы көлемдік жарықты. Одан басқа да нәрселер бар. Енді ол жүргізушілерге енді оны істеу үшін біз арнайы сервиске барымыз керек. Мына жерде мысалы үшін предохранитель бар, қорғағыштар бар, бір приборлар күйіп кетпеу үшін. Мына жерде фарымыздың лампалары бар. Оның бәрін мен алдыңғы сабақтарда мына фарлар туралы әңгіме қозғағам. Егер қызық болса, соны менің каналымнан көрсеңіздер болады. Ал енді ағайын жаңағы қолдап подписаться деген түймені басып, жаңағы колокольчикті басып қойсаңыздар, қоңырауды сіздерге үнемі осындай видео кеңестер кеп тұрады. Рахмет сіздерге, сау болып тұрыңыздар.